Елдана Қалпынбаева Куегли, қыз мұңы, 10-шы тарау, студенттік той. Жазда өте шықты. 1965 жылдың күзі келді. Алматының күзі ғажап қой шіркін. Биік ағаштардың сарғайған жапырақтары жерге кілем боп жайылған. Салқын жел Ләйләнің бұйра шаштарын желпіп келеді. Алматы портының иісімен су шашатын машиналардан кейінгі таза ауа қаланың көркіне көрік қосып тұр. Кеңестік Қазақстанның астанасы, мұнда елдің небір дарынды адамдары жиналған. Ләйлә тойларында қазақ әдебиетінің Шерхан Мұртазаев, Бердібек Соқпақбаев, Әкім Тарази, Бақытжан Байқадам сияқты майталмандары болатынын біледі. Шақыру билетін жасап, оларды әрқайсының үйіне апарып беріп, шарап пен сыраны сатып алып, тасудың өзін қайтерсің? Арақ пен етті Ләйлә ұнатпайтын, татып алмайды. Бірақ той үшін оларға да шыдауға тура келді. Сөйтіп 1965 жылдың қазанында ЗАГСте тіркеуден өткеннен кейін жас жұбайлар Космонавтов Шевченко көшелерінің қиылысындағы Сталиндік ғимараттың бірінші қабатында орналасқан асханада жиналды. Ләйлә бақытты. Төленнің анасы Қанышамен бірден тіл табысып кетті. Тек өзінің анасымен сөйлесе алмай қойды. Ол үлкен қызы Ханшайымнан туған жиен немересі Амангелдіні арқасынан түсірмей арқалады да жүрді. Амангелдінің қызуы көтерілген, мазасы жоқ, жылай береді. Содан мазасы кеткеннен бе, әлде Ләйләнің ештеңе айтпастан тұрмысқа шығамын, бәріңді 15 қазанда Алматыда күтемін деп, бірден тойға шақырғанына ренжіді ме, әйтеуір анасының қабағы ашылмай қойды. Асхананың әжетханасында анасымен кездесіп қалған Ләйлә шыдамай оған сұрағын ашық қойды. Мама, мен сізді ренжітіп алдым ба? Не болды? Маған тіпті қарамайсыз да ғой. Бір бөтен адамдар сияқтысыз. Менің тойымда емес, бір еңбек озаттарының жиынында жүргендей сияқтысыз. Анасы қызына қатал көзімен бір қарап алып, қолын сүлгімен сүртті. Сосын кенеттен қызын құшақтай алып, кеудесіне қысты. Ей, қызым-ай, бүкіл солтүстіктен бір дұрыс жігіт табылмады ма? Ләйлә керісінше, бүкіл солтүстікте дұрыс жігіт таба алмаған анасын аяп тұр. Расында да, мама, табылмады. Біреу шығып еді, ол да ұятсыз болып шықты. Қоштаспастан тайып тұрды. Үйленгенін айтып хабар беруге де шамасы жетпеді. Сосын солтүстік, оңтүстік дегенде не тұр? Қазақ қайда жүрсе де қазақ қой деп, іштен ойлаған Ләйлә анасының айтқанына ренжімейтін деп шешті. Ол басқа кезеңнің адамы. Елде жалпы жер беті түгел орасан өзгеріс алдында тұрғанын түсінбейді. Ғылым мен медицина күн санап дамып келеді. Оған ренжіп көңілге алып дәлелдеп жатудың қажеті жоқ. 55 жас деген оңай емес. Көрмегені жоқ. Бір өзі 50 әйелдің басынан кешкенін көрген шығар. Мама, көрде тұр. Менің таңдауым Төленімнің адал, сенімді және дарынды журналист екенін әлі дәлелдеймін. Студенттік той көңілді өтті. Вальста аздап твисті биленді. Жастар билегі сақ келді. Бірақ Нарынқол Петропавлдан келген үлкен кісілерді сыйлап, жұлқынып билеуге тартынды. Оның үстіне жазушылар ортаға орындықтарын қойып алып, жаңа кітаптар, әдебиеттегі реализм туралы ұзын сонар әңгімеге кірісіп кетті. Расуловна тойға келген жоқ. Ол өткен жолғы базардағы оқиғадан кейін үнемі ой үстінде және көп нәрсеге ренжігіш болып алды. Ләйлә оған ренжіген жоқ. Амангелдінің сатқындығынан кейін ол бөтен адамға өкпелемеуге тырысатын болды. Расуловна ашық адам. Ештеңе етпейді. Той біткен соң тойдан сарқыт деп, түрлі тәттілерін алып кіріп шығар. Той көйлегін пішіп тігуге жақсы көмектесті ғой. Сосын тойға сервелат пен жақсы шарап алуға көмектесті. Расуловна нағыз тілеулес адам, сенімді. Ондай адамды шаммен іздеп таппайсың. Бір жағынан Расуловна Ләйләнің туысқандарының көзіне түскісі де келмеген шығар. Бұрын жүрген жігітінің туғандарын қартайғанда кім көргісі келсін? Бұл Ләйләнің ойына жаңа ғана басындағы шиньонын алып жатқанда келді.
жоғары партия мектебінің отбасылық жатақханасындағы бір бөлмені оларға түнеп шығуға жекен берді. Оның милиция мектебіндегі карьерасы ұлттық аспаптарды жақсы тартқанының арқасында майорға дейін өсті. Енді міне, оны партия мектебіне оқуға жіберді. Елдегі тәртіпті моральдық жағынан мықты, коммунистік партиямен біте қадамдасқан адамдар ғана сақтап қорғай алады. Түрлі тамақтар салған банка мен дорбаларды тоңазытқышқа сыйғыза алмай, жартысынан көбін бір түндік жатақхананың комендантына беріп, күні бойы шапқылағаннан аяғынан аяқ қалмаған Ләйла Төлен туралы ойлауға мұршасы да келген жоқ. Ол баяғыда бөлмедегі төсекке жайғасып, қолында кітап, соны оқыған боп, қалыңдығын күтіп жатыр. Оның мына түрін көрген Ләйла күліп жіберді. Алғашқы неке түндері екен тіпті есінен де шығып кетіпті. Ол сонша армандаған сәттерінің соншалықты күнделікті, қарапайым болып шыққанына күлді. Қолынан ет тамақтың иісі әлі кетпеген. Құрбысы екеуі табақта желінбей қалған етті қамырмен қоса ыдыстарға қолдарымен салған. Содан иісі әлі кетпеген. Вазадағы гүлдер, түрлі сыйлықтар мен қоңыр қорапшаларға салынған маталарды тасып, әбден сілесі қатқан Ләйла төсегінде кітап оқыған боп, майкішен күйінде қалыңдығын күтіп жатқан жас күйеуін көріп, шегі түйілгенше күлді. Төлен қалыңдығына таң қалып, сұраулы жүзбен қарап қалған. Түсінбедім, сен маған күліп жатсың ба? Жоға, о не дегенің? Саған не деп күлейін? Шаршағаннан жылап жібермес үшін күліп жатырмын, төке. Жат, демал енді. Ертең ерте тұрып, мен жетім бұрышқа жүгіруім керек. Мына бөлме бізге таңға дейін ғана берілген. Екеуі сол түні жастыққа бастары тиісімен ұйқыға кетті. Ләйланың қобалжуға да, қорқуға да шамасы келген жоқ. Төленнің қорылдағаны болмаса, қорқатын ештеңе де жоқ. Бірақ қорылдағанда өгей әкесінен де асып кетеді екен. Тек таң алдында ғана оянып кетіп, екеуінің неке түндері екенін естеріне түсіп, бір-бірін тауып, ерлі-зайыпты болды. Ләйлі қасындағы жұбайының қажет кезінде арқасын тосып, қорған болатын, еркелетіп жылуын бере алатын нағыз арқа сүйер ер екенін білді. Әйелге одан артық не керек? Төсегінен тұра сала, Төлен жуынып шайынып, чемодан мен портфелін алып, жетім бұрышына қарай ұшты. Ләйла төсекті жиып, ортақ ас үйге барып жуып қойды. Жоғары партия мектебінің жатақханасы биік, кең екен. Қабырғалар аппақ, ампир үлгісіндегі жапсырмалары бар, биік. Едендері паркет, оның үстіне қызыл кілем төселген. Ортақ ас үйлері де жарық, кең. Оқитын студенттері де өңшең маңғас, жай қозғалып ақырын сөйлейді. Женпидегідей азан-қазан жоқ. Жекен бәле, қайда оқу керек екен біледі, алысқа барады, деп ойлаған Ләйла өз ойынан өзі қысылып қалды. Өзіне шай демдеп, ботқа пісіріп жүріп, Ләйла Айманды ойлады. Диплом, той деп жүріп, құрбысы туралы ұмытып кеткеніне ұялды. Бүгін жексенбі. Сөмкелерін жатақханаға апарып қойып, бәтесті алып, бірінші Алматы жаққа барып келуге болады. Кешке дейін қайтып келеді. Бірақ қорықты. Күйеуі бар әйел емес пе? Белгісіз бір жақтарға шапқылап жүрген қалай болар екен? Сосын осының бәрі жалғыз саған ғана керек пе? Тыным табатын кезің бола ма? Бөтен біреулердің шаруасымен жүгіресің де жүресің. Жұрттың бәріне бірдей көмектесу мүмкін емес қой тіпті. Жұрттың баласы жүр ғой, тып-тыныш. Ешкіммен, ештеңемен шаруасы жоқ. Бармайсың, болды, бітті. Оның үстіне күйеуіңе бір ауыз айтқан жоқсың. Оның алдында да жауапты екеніңді ұмытпа. Ал оған айтпай, құрбыңмен бірге белгісіз бір жаққа кеткенің тіпті ұят болады. Отбасылық өмір деген сол. Санасуың керек. Өзін осылайша сөгіп, тәрбиелеп алғанмен, Ләйла мұның бәрі сылтау екенін іші сезеді.